Абай Құнанбаев, 4-ші қара сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетіндығында, әрбір мастың сөйлеген сөзінде бас ауыртатындығын, бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақыреттен, не бір ұят келерлік істен құр, ғафил өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп өлмеген кісінің не дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәнш болмақ. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғандығыңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқандығына рахаттанып күлесің. Оның жақсылығынан тапқандығын ғайбырат көріп күл. Әрбір ғайбырат алмақтың өзі де мастыққа жібермейді, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар-ау. Құдай жаратқан орныменен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сыртымен бет-аузын түзеп, бай-бай күлкінің сәнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық салмақ, көз сүзіп тіленіп, адам салмақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды.